Мөкен болысұлы жинаған Райымбек батыр дастанында Райымбек батыр қазақ сарбаздарын үшке бөлді. Бірінші, Бақай батырда Алатаудың оңтүстік жағын тазалап шығып, шөл адырдан табысуға уәде жасады дейді. Ол жаудан тазаланған жерлерді атап-атап жырға қосады. Бақай батыр жөнелді, Түргенді басып асыға, тінту салып келеді сай саланың тасына. Қашқан қалмақ соңынан, малын жиып тағалды, далашықтың жолынан қалмақ тынбай жөнелді, тау-шілікті сағалап, қашып келет тоқтамай, үш меркені жағалап, өте шықты Бақай да қарқараны сағалап, тоқтамай қалмақ қашыпты, шұбар талды бол басып, шөл адырдың тауында Бақай да кеп қосылды, Райымбекке ұласып дейді. Мен бұл өлең жолдарында шындық бар деп есептеймін. Өйткені 1916 жылғы ұлт азаттық көтерілісінің бастаушылардың бірі Серікбай Қанайұлы асына жайлаған Қызылбөрік руының болысы болса, сөгеті мен сол болыстықтан кейінгі жерде Бақай болысы орналасқан еді. Жалайыр тайпасының батырына Албан тайпасының құрмет қылып, оған өз болыстығының атын беруі өте үлгілі және қатты бағалайтын, әрі тарихи да, тәрбиелік те маңызы зор іс. Батырдың асқан ерлігіне сүйсінген, соны қадірлеген елдің үлкен ілтипаты болмаса, өйтіп ел-жұрт болыстықтың атын оған бере салмаса керек. Өткен ғасырдың 20-шы жылдары уез таратылып, аудан құрылуына байланысты Верный уезіне қарасты Боқай болыстығы да жойылды. Өкінішке қарай, содан бері Бақай батырдың аты да, ерлігі де көмескіленіп, бірте-бірте ұрпақтар жадынан шығып бара жатыр. Жетісуда Бақай деген жер аты сақталғанын Албан шежіресінен байқадым. Айдос атамыз екі жерде мекендеп жүрді. Бақайдың астында жартысы сүгір сайында деп жазылған онда. Талғардың басындағы Байқатау аталатын жер батырдың үлесіне берілгенін Қабылбек Сауранбаев та айтады. Бақай Жаркент пен Көкталдың ортасындағы қалмақтың Төрехан атты басшысы орналасқан қамалды шабуылдау кезінде үлкен ерлік көрсетіп, Райымбек бір қақпаны алғанда екінші қақпаны шабуылдаған жанкешті батыры әрі сенімді серігі болған адам. Сол соғыста Райымбек батырдың біраз серігі қаза тауып, біразы жараланған. Өйткені қалмақтар мықты қамалға бекінсе, қазақтар оны атпен ашық даладан келіп шабуылдаған. Қалмақтардың қару-жарағы мен оқ-дәрісіз сақтаған мықты бекіністі алу кезінде Райымбектің өзі жамбасынан ауыр жарақат алып, Бақайда шайқастан жарадар болып шыққан. Ол соғыс Райымбектің қалмақтармен ең шешуші әрі ең соңғы соғысы. Жеңілген қашып зорға құтылған Төрехан қорғасқа дейінгі жерді қазаққа босатып беруге келіскен. Ол қорған ертеде Түргенкент, береректе Түрген тоғай аталатын, ол қорғанның қираған қалдығы Алматы Қорғас күре жолының бойында Үшарал ауылының желкесінде әлі күнге көрініп жатыр. 1856 жылы Қашқарға өткен сапарында Шоқан дүрбі салып, алыстан көріп, осы Түргенкент туралы күнделігіне біраз нәрсе жазып қалдырған. Ең өкініштісі, жол үстінде жатқан бұл қамалдың еш жерінде Райымбекке де, Бақайға да, басқа батырларға да қатысты ешқандай белгі жоқ. Бүгінгі ұрпақ бұл қамалдың өз бабаларына қатысты тарихын білмейді. Райымбекке сенімді серік болған екінші бір адам Суан Аралбай батыр. Кенен атамыздың Суаннан Сатай, бөлек Аралбайлар, Қабандай, күреген талайлар бар деп жырына қосқан Аралбай батыры 1733 жылғы ұлы жүз қазақтарының орысқа бодан боламыз деген хатын тасушының бірі болғанына қарағанда, ол да Райымбектен біраз жас үлкен. Қорын ханға қарсы алғашқы соғыстан бастап-ақ Райымбектің қасында болған. Ол ізші, тас қараңғы түнде де адаспай жол табатын адам болған деседі. Жалаңаш, үш меркені билеген Ағанас хан мен көміршіні жайлаған Арыс хан мен Райымбек келісім жасағанда
ол өзге серіктермен бірге оның қасында болған. Мөкенұлы Райымбек батыр дастанында Райымбекке олай болса Аралбай батырдың тобын алып күмбелге шығып шөлкеде басып қайталық дегеніне қарағанда ол оның жүзбасы болған батыр. Іленің оң жағалауын жайлаған Суан жұрты Райымбектің Сатай бөлек секілді серіктерін ежеден білгенмен Аралбай батырдың ерлігін егжей тегжейлі біле бермейді. Оның себебі Райымбек Алматының шығысында Албансайды бұрынғы юбилейный ауылы туса, Аралбай содан кейінгі Суансайда қазіргі Кеңсай туғандықтан болар деп ойлаймын. Бақай батыр Талғардың бас жағын мекен қылған деседі. Олай болса, ауылдары көші болғандықтан бұл үш батыр бір-бірін бала күндерінен біліп өскен деуге болады. Райымбектің тағы бір асыл сенімді серігі Жалайыр Қапай батыр. Бақай, Қапай екеуінің аттары ұйқас келгенмен, олардың ағайындығы жайында шежіреден еш дерек табылмады. Ғалым Қадырбек Жүнісбаев Қапай батырдың аты Мәскеу мұрағатында 1733 жылы жазылған хатта бар екенін кезінде Лениншіл жас газетінде де жазғанды. 12.05.1963 жыл. Қорын ханмен келісіп жасарда қасына ертіп барғанына қарағанда Райымбек Қапайды қатты бағалаған және оған ең маңызды істерді тапсырған. Түрген қамалына шабуыл жасар алдында Қапай батыр Төреханның туған інісін және сенімді деген бірнеше серігін тұтқынға түсіріп, қалмақтардың әскери жай күйін алдын алып біліп алады. Қамалды шабуылдаған кезде қатты қайрат көрсетіп, жеңіске жетуге көп көмек жасаған. Кейін өзі тұтқынға алған Төреханның інісінен басқа қалмақтар қазақ болып, Қапайдың туыстары саналып, Жалайыр тайпасына сіңіп кетеді. Азаттық соғысында Райымбектің қасынан табылған хас батырдың бірі Суан Сатай батыр. Қазақ батырларын Арысхан мен Ағанас хан Көр-тоғайға келісім жиынына шақырып, Райымбек батырдың өзі неге келмеді деп сұрағанда, қазақ батырларының атынан Сатайдың жауап беруі оның сила батыр ғана емес, жасы үлкен болғанында білдірсе керек. Райымбек қолы түрген қамалын аларда Сатай батыр өз жасағын бастап кеп соғысып, жеңістен кейін Өсек өзенінен Қорғасқа дейінгі аралықтан өріс алады. Қазіргі Сартау, Сарыбел, Бұрхан, Жаркент, Шежін, Алмалы, Ойжайлау, Басқыншы, Қорғас жерлерін жаудан тазарту кезінде Сатай батыр айрықша ерлік көрсеткен адам. Сауранбаев 1922 жылы сөйлескен Әділбек Сатайдың неменесі болып келеді. Сатайдан Әбдікер, Есіркеп, Жанбау, Кезенқара, Әділбек, Бершінбек, Иманғазы, Сламхан, Сламханның баласы Әділбек, Кезенқара баласы өз заманында ауқатты, өте бай адам болған. Бұл кісінің тағы бір ерекшелігі бүткіл Суан шежіресін жатқа білетін адам болған. Болысұлы жинаған аталмыш дастанды Сатай туралы былай делінген. Сатай бастап бір топты, қайда қалмақ қалды деп, бұғы тұны бөктеріліп, қалмақтан жерді тазалап, сай-саланы тексермек, сары тоғайға тоқтады, біразырақ ес алып, қалмақ қашып жөнелді, қалжатты басып Қытайға деді. Еліміз тәуелсіздік алғаннан кейін ұрпақтары Сарыбел ауылында Сатай батырға ескерткіш қойды. Жаркент уезі тарағанға дейін оның құрамында Сатай болысы болды. Аты Сатай батырмен қосарлана аталатын Суан тайпасынан шыққан Бөлек батыр да Райымбекпен бірге қол біріктіріп соғысқан адам. 1733 жылы Ұлы жүз хатына Хангелдімен бірге қол қойған бұл Бөлек емес, Шапырашты Бөлек екенінде дау болмаса керек. Себебі ол кезде Суан Бөлек 4 жасар ғана бала. Ал Бөлек қара ұлы Сатай немересі Аңыраққа шайқасында қалмақтың бас батыры Аңғырақты бірнеше жекпе-жекте жеңіп, тағы бүкіл Жетісуда шалқып тұрған батыр. Сондай батыр болсын деп 1729 жылы туған Суан баласының атын Бөлек қойған болуы мүмкін. Өйткені Қазыбек бектің жазғанына қарағанда Абылай 1757 жылы жеңіс тойын жасағанда және оның қарсаңындағы ұрыста Суанның жас биі Бөлек батыр біраз қызбалық танытады.
Ал бөлекті зерттеуші Тұрдақын Құдайқұлов Айбеке анамыз бұл бөргел тайдан қалған соңғы ұрпақ, сондықтан бұл баланың жөні бөлек, аты бөлек болсын деп өзі қойыпты дейді. Сауранбаев ақсақал Райымбек батырларының қатарында бөлек батырдың да бар екенін жалпылай айтқанмен, оның ерліктерін тарықпайды. Өйткені ол кісі бөлек батырдың ерлігін білетіндей суан тайпасының адамымен жолықпаған және ол жайлы әдейілеп сұрастырмаған. Ал бөлек алтын емелден Өсек өзенінің бойына дейінгі аралықта жатқан қазақ даласын жау қолынан азат етуде айрықша үлес қосқан, жасақ жинап жауға шапқан батыр. Райымбек батырдың шайқастарына қатысқанда суанның Байтүгейдей тарайтын ұрпақтарын Сатай басқарса, бөлек Тоғарсын ұрпақтарына басшы болған. Батырлығын бағалаған ел оны жастығына қарамастан би сайлаған. Райымбек қорын ханды шапқанда Сатай мен бөлек қолы Бұғыты мен Тассы қара маңайынан қалмақтарды қуып шығуға қатысқан. Қазақтың біріккен қолы Түрген қамалын алғаннан кейін ол өзінше қазіргі қоңыр өлең аймаған өріс қылған ұрпақтары қазірде сол арада тұрады. Жаркент қаласының орталық бағанда бөлек батырға орнатылған ескерткіш бар. Шежіре деректерін салыстыра қарасақ, Сатай, бөлек, Райымбек батырлардың қазіргі 8-9 ұрпақтары өмір сүріп жатыр. Демек, олардың жас шамасы бір-бірінен оншалық алшақ болмаған. Оның тұңғышы Жауғаш жайында Құдайқұлов былай дейді. Жоңғар шапқыншылығы кезінде Ойран төбе қырғыны деп тарихта аты қалған жер бар. Міне осы соғыста жауын қашырып жеңіске жетіп, мерейі үстем болған бөлек ауылына келсе әйелі босанып, ол туып отыр екен. Оған ерекше қуанған бөлек, мен жауды жеңіп оны қашырған күні туған ұлының аты Жауқаш болсын деп атын қойыпты дейді сонда. Сауранбаев жазбасында аты жөні ауысып айтылған бір батыр бар. Ол Шанышқылы Қожамберді батыр. Күншығыс жақта сары қамысы өріліп, екі жақта айналып Шанышқылы Қожамберді батыр да барлық жауынгерлермен жол бойы дұшпандарын тазалап, аман сау олжасымен осы соғысқа келіп қатысты деп отырған Қабылбек ағамыз Түрген қамалын қазақ қолы шапқан кезде оны Берді Қожа батыр деп жаңы сатып жібереді. Алайда Шанышқылыдан шыққан атақты Берді Қожа батырды Жаркенттік Шанышқылы Қожамбердімен Қабекең шатастырып алса да, біз үйтіп шатастырмауымыз керек. Райымбек шайқастарына бастан аяқ қатысқан адамның бірі Албан Ырыскелді батыр. Сауранбаев ақсақал оның ерліктеріне арнайы тоқталмаған, өйткені ол кісі негізінен Райымбектің ғана ерлік жайында мәлімет жинауды мақсат еткен. Бірақ Ырыскелді мен Аралбай батырдың ұлы жүз қазақтарының хатын патшаға жеткізуші болғанын, ондай батырдың өмірде болғанын тарих куәлеп берді. Албан тайпасының шежіресіне Ырыскелді Шабар батырға еншілес болған. Ол да батыр екен. Шабар өз суын Ырыскелді батырға қалдырған делінеді деп жазылған. Райымбектің жауынгер серіктерін түгендеп зерттеу үшін айтқанда қазір мешеу халде. Қабылбек Сауранбаев дерегіне айтылған Биеке, Тілеуке, Ердес, Барақ, Өтеп, Ақбас батырлардың кім екенін даралап зерттеу әлі де алда тұрған мәселе. Қабекең қамтымаған кей жағдай Албан шежіресінде айтылған. Мәселен, онда Төлесұлы Биеке батыр 5 әйел алып, олардан туған балалары төмендегідей тарайды. Биеке батыр жиені Райымбек батырды шақырып алып, Биеке Төлесұлы қазіргі Алматы облысы Жаркент ауданы Алтын Емел тауына жерленген. Биеке батыр 1656 жылы 1757 жылдар делінген. Биекенің шын мәнінде тарихи тұлға екенін шежіре өстіп дәлелдей түседі. Шежіредегі сатыдан Өтеп, Шынтемір, Мәнші, Уса, Бапақ, Ақбай, Қаймолда, Боранбай, Сұлтанмұрат, Қанат дегенге қарап, ол Өтептің Райымбекпен тұстас өмір сүрген Өтеп екенін аңғаруға болады. Қазіргі Бозымұлы Жаншықтың немересі батырдың дәл қай жерде туғанын ешкім білмейді. Ал өлген жері қазіргі Асы жайлауының түбіндегі Қатыншат аңғарының аузындағы Бартоғай су қоймасының жағасы. Зираты Бартоғайдан шығатын үлкен қара жолдың оң жағындағы қапталында 1747 жылы маусым айында Аласа мен Бұғыды тауының ортасындағы Көкпек жазығында қалмақтармен өткен қанды шайқасса, Майдан алаңында
ішіне мылтық оғы тиіп жарық дүниеден сапар шеккен ел жүрегіне жазылған тарихта ойран төбе деген аты бар дегенді. Райымбек шайқастарына қатысқан талай батырдың зерттелмей жатқанын қаншалай шамалайсың. Себебі біз оның әлі бәлен жылдық түгел жылдық тойын атқарып жатқанымызбен өмір мен ерлігін өтіріктен тазалап жатқанымыз жоқ. Дулат Бүйенбай батырдың Райымбекке келіп қосылуы айрықша оқиға. Шешуші шайқастарға барар алдында Райымбек Бүйенбайға бір топ жігітті қалмақша киіндіріп, қалмақша қару-жарақ асындырып, өзі де қалмақша киініп, жаудың ортасына жасырын кіріп кетеді де, қалмақшаны содай білетін Бүйенбай Райымбекке бәрін сөзбе-сөз аударып отырған. Сөйтіп өз ортасымен қазақтан кенет Райымбек деп ұрандап шыға келгенде қалмақтар түкті түсіме сасқалақтап та қырылады екен. Бүйенбай 6 жасында қолмақ қолына түсіп, оны бір атақты қалмақ асырап алады. 16-ға толғанда оған Құралай деген бір сұлуды алып береді. Кешікпей ол ұл туады. Сол кезде Бүйенбаймен бірге ойнап жүріп Төреханның інісі тісін сындырып алады. Ашуланған Төрехан оны түбі қазақ, сондықтан қарсандық істеуін қоймайды деп оны дарға асуға бұйырады. Бүйенбай қазақ ішіне қашып кетіп қана құтылады. Құралай оны 3 жыл күтеді де келмегесін тағы бір күйеуге тиіп, одан 2 ұл туады. Райымбек қалмақтарға қарсы соғыс ашқан кезде арғы түбінде қазақпен байланысы бардың бәрін Төрехан зынданға сала бастайды. Енді Бүйенбайдың баласы қашып барып Райымбекке қосылады да сондағы әкесімен табысады. Төреханның қамалы түргенді алғаннан кейін Бүйенбай әйелі Құралаймен де қайта қосылады. Сөйтіп шапағаты тиген Райымбекті Бүйенбай өле-өлгенше сыйлап өтеді. Қорын ханның бас уәзірі әрі бас қолбасшысы Серке деген қалмақ Райымбектің ерлігі жайында елден естіген айтып келгені үшін Райымбекті мақтадым деп оны Қорын хан зынданға салып тастайды. Райымбек келіп өзін құтқарғаннан кейін ол қазақ болып атын Аманжол деп өзгертеді. Оқ тиіп Райымбек жаралы болғанда сан рет оның денесіндегі оқты суарып алып тастайды. Басқа батырлар да сөйтіп емдейді. Содан оны бәрі Емеген деп атап кетеді. Ол да кейін қазақ болып ұрпағы Емеген деген атпен албан жұртына сіңіп кетеді. Қарап отырсақ, өзіне серік болған батырдың бәрін Райымбектен бірер жас болса да үлкен болған ақылдасқанда оның үнемі өз сөзін ағалар деп бастайтыны да содан аңғартады. Алайда өздерінен кіші болса да барлық батыр оның қолбасы болғанын қалаған. Неге? Өйткені өжеттегі тапқырлығы өз алдына ол ақыл парасатымен де ұйымдастырғыш қабілетімен де ерекшеленген. Оның айрықша әдептілігін, адалдығы мен дүниеге қызықпайтын жомарттығын, тура жүріп тура сөйлейтін көсемдігін бәрі бағалаған және мойындаған. Мәселен, Секер ханмен шайқастан соң қалмақтардан түскен олжаны бөлгенде бас қолбасшы Райымбекке 375 жылқы, Арыс ханды жеңген соң 400-ден артық бас, Төреханды жеңген соң 400-ден астам жылқы тиесі болады. Бірақ ол бұл жүлкеден бірде-бір мал алмай, бәрін шайқасқа қатысқан немесе шайқаста қаза тапқандардың отбасына мүгедектер мен кедей-кепшікке бөліп бергізеді. Осы қылығына бола бәрі оны әулие санаған. Оның әулиелігі осындай кісілік, адамгершілік, оның осындай адалдығы мен адамгершілігін бәрі бағалаған. Сондықтан Райымбек жайындағы тарихқа даңғаза сөзбен емес, ақ-қараны ажырататын көзбен үңілу керек. Және кейбіреулерше Райымбектің атын шығарам деп, атағын аспандатам деп тыраш танудың түкке де қажеті жоқ. Өйткені ол өлместе атағын бізсіз ақ өзі шығарып кеткен тұлға.